Балалар, бүгін міне бізде жаратылыстану сабағы. Бүгін сабағымыздың тақырыбы ауаның қозғалысы. Мен жасанды интеллект қолдану арқылы сіздерге мынандай сабақ дайындап қойдым, иә? Бірінші бізде осы бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы туралы біз ақпарат аламыз. Ендеше, ауа бізде қалай қозғалады? Бірінші тақтаға назар аударсақ, ауаның құрамы неден тұрады екен? Азот, оттегі, көмірқышқыл газ және басқа газдардан. Қасиеті қандай оның? Түссіз, иіссіз, барлық жаққа қарап, бос сергестікті толтырып тұрады, иә? Және ауырлығы ауаның жиілігі бірақ оның да салмағы бар, иә? Жақсы. Енді мысалдар келтіретін болса, допты үрлегенде доптың ішінде не пайда болады? Допты толығымен ауа, доптың ішін ауа көлемін ауа толтырады, иә? Жел соққанда қозғалған ауа сезіледі. Біз жетпеуішті алсақ та, қолымызды былай жетпесек та, бізге ауаның жетпеген ауаны сеземіз, иә? Терезені ашқанда бізде осы бөлмедегі жылы ауа не істеді? Шығады, ал даладағы салқын ауа бізге кіреді екен. Ауа қалай қозғалады? Ауаның қозғалысын жел деп атайды екенбіз, иә? Жел бізде ауа қысымы мен температурасының айырмашылығынан пайда болады. Осы мәліметті дұрыстап есте сақтаңды. Қазір бізде осы мәліметке сүйене отырып, келесі сәйкестендіруді орындаймыз. Бұл жерде бізге дұрыс жауаптарды табу керек. Қанеке, кім біріншіні тауып көреді? Жылы ауа не істейді? Қане, кім шығады тақтаға? Келе ғой. Ал жылы ауа. Бізде қандай жылы ауа? Жеңіл бе, ауыр ма, газ қоспасы ма? Қайсы дұрыс жауап? Соны тауып берші маған. Жылы ауа. Так, біз оған номер қоямыз. Қандай номер болды бізде? Жер қандай бізде? Жер екен. Жылы ауа деп айттық па біз? Жылы ауа қандай номер болды? Дұрыс жауабы? 2 дейді. Бұл жерге онда 2 деп жазамыз. Дұрыс па, балалар? Жақсы, отыра ғой. Келесі. Кім шығады? Жел дегеніміз не? Жел. Келе ғой. Қандай номер? Бір қоянды санды. Мынау санды қоясың. Жақсы, рахмет. Салқын ауа. Келе ғой. Салқын ауа. Ол қандай ауа? Номері қандай болады? Мұнда бас бірінші, сосын санды қой, тиісті санды. Өте жақсы. Келесі. Келе ғой, үргелді. Ауа. Неден құралады ол? Жауабын қоясың. Қандай номерді? 4 деп ойлайды, жақсы. Келесі, қысым дегеніміз не? Қысым. Кім келеді? Тақтаға келе қойында. Қысым. Келе қой. Қысым. Қысым. Қандай номер бізде жауап? 5 деді, жақсы. Оттегі. Келе қой. Оттегі. 2 жауап қалды, қайсы дұрыс екен? Оттегі. Жақсы, және азот. Келе қойсын. Ал тексеріп көреміз енді, жақсы. Ал жауапты тексерейік. 7 жауаптың 7-і де дұрыс болған.
болады екен. Рахмет, дұрыс барлығы. Келесі ауаның қозғалысы. Міне бізде анимация қосылып тұр, иә? Жылы ауа не істейді екен? Жылы ауа жоғары көтеріледі екен. Ал салқын ауа не істейді екен? Ол астына түседі екен, иә? Жақсы. Келесіге өтеміз. Енді бізде осы сабаққа байланысты тест тапсырмалары бар. Қазір сендер дәптерлеріңе тестті орындайсыңдар. Сосын тақтаға шығып біз оны белгілейміз және дұрыстығын тексереміз.